Ал жігіттер, қарап отырмай таңба туралы бір видео түсірейін. Таңба дейміз, тавро дейміз, мал ұстайтын адамдарда, оның ішінде жылқы шаруашылығымен айналысатын адамдарда өте жиі кездесетін жағдай. Қазіргі заманға сәйкес әрбір жылқының таңба бойынша реттік нөмірі, туған жылы жылқының, сосын әрбір шаруа қожалығының өзінің эмблемасы дейміз ғой, соған байланысты неше түрлі таңбалар салынады, неше түрлі материалдардан дайындайды. Біздің Ақтөбеде жасай ма жасамай ма білмеймін, бірақ мындай әкем екеумізге 2 таңба жасатқан болатын. Орал қаласында Азамат деген жігітте. Қазір видеоның астына ол жігіттің номерін сала кетермін. Кімді қызықтырса, сол бойынша звондап хабарласар өздері. Осындай керемет таңба істеп берді. Енді әкемдікі өзінің бұрынғы таңбасы осындай, Ука деген, сол бойынша Ука қылып осылай істеттік. Мынау менің өзіме жасаған таңбам. Енді биылдан бастап көреміз осы таңбаларды қолданып. Материалын шынымды айтсам білмеймін не екенін, бірақ отпен басуға да, азотпен басуға да келетін универсальный материал деді. Міне көрдіңіздер ме, мындай қылып ручкасын істеген, ұстайтын жерін. Содан былай қылып жасалған таңба. Осындай әдемі таңбалар заказ беруге болады. Жаңа Азаматтан өте қарапайым жігіт, уақытылы айтқан сұрағында істеттіріп, почтамен салып жіберді. Пока әзірше басып көрген жоқпыз, енді басып көргесін белгілі болады, қалай басатынын. Басқаннан кейін тавро салып жатқанда жылқыға тағы да бір видео түсіріп жіберемін комментариймен. Әзірше осындай таңбалар